Біздің имамдарымыз айтады, біздің бұл айтып жатқан сөздеріміз сахабалардың түсінігіне сай дейді. Сахабалардың түсінігі деген нәрсе бар ғой, мысалы біздің бауырларымыз Құран және сүннетке еруіміз керек, бірақ Құран және сүннетке сахабалардың түсінігімен еруіміз керек дейді. Енді іздеп қарасаң сахабаның түсінігін табылмайсың ол жерден. Олардың көп нәрсесінде сахабалардың түсінігі жоқ, сол өздерінің шейхтарының түсінігі. Енді сахабалардың ғана ма десең, жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи куәлік берген 3 ғасыр бар деді, сәләфус салих деді. Соларға еруіміз керек деді. Имам Абу Ханифа сәләф емес па, имам Малик сәләф емес па, имам Шафи сәләф емес па, имам Ахмад сәләф емес па. Енді оларға ерген адам сәләфи бола ма, немесе Әлбаниге ерген адам сәләфи бола ма? Кім сәләфи болады? Шынайы сәләфи кім? Яғни негізінде хайырлы қорунда өмір сүрген, ең хайырлы 3 ғасырда өмір сүрген бұл біздің имамдарымыз. Біріншіден. Жақсы, сахабалар бидатты қалай түсінді? Сахабалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күллу бидатин далаля деген, "Ман санна фил ислами суннатан хасана, ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху" деген хадистерінен, яғни бидғаттың жақсы және жаман болып бөлінетіндігін түсінді. Жақсы және жаман болып, дінде негізі бар, дінде негізі жоқ болып бөлінетіндігін түсінді. Түсінгендерін қайдан білеміз? Олардан тікелей сөз келді ма? Тікелей сөз келген жоқ, бірақ амалдарынан біз сол нәрсені білеміз. Омар радиаллаху анхудан келетін сөз бар, "Ниъматул бид'ату хадихи", бұл қандай жақсы бидғат деген. Тікелей бана құлшылыққа дәлел болатын мәселені келтірейік те, олар Құранның жиналуын, ол маслаха мурсала тағы да басқа мәселелерге кіргізеді. Бірде бір сахаба, қайсы сахаба аты есімнен шығып тұр қазір, өзінің қауымына имам болатын. Имам болған кезде ол әр ракатта Ихлас сүресін оқитын. Әр ракатта Ихлас сүресін оқитын. Артындағы қауым айтты: "Сен басқа сүрені оқы, немесе Ихласты оқы. Неге екі Ихласпен бірге басқа сүре қосасың?" деді. "Я Ихласты оқы, я басқа сүрені оқы. Неге бірақ екеуін қосасың?" деді. Әлгі сахаба айтты: "Мен солай істеуді жақсы көремін. Қаласаңдар, мен сендерге имам болайын, қаласаңдар имам болайын, қаламасаңдар басқа адам тауып алыңдар" деді. Бірақ сол ішіндегі ең абзалы сол кісі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп жамағаты сол нәрсені айтты. Пайғамбарымыз әлгі сахабаны шақырып сұрады: "Сен неге олай істеп жатсың?" деді. "Мен бұл сүрені жақсы көремін" деді. Сүрені жақсы көремін деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Хуббука ияха адхалакал жанна", сол сүреге деген сенің махаббатың сені жәннатқа кіргізді деді. Сіздерден сұрақ: әрбір намазда Ихласты оқу басқа сүремен қосып сүннет болып есептеле ме? Пайғамбарымыздың сүннеті ме? Пайғамбарымыз иқрар жасап жатыр ғой. Жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір нәрсені иқрар жасауы, мысалы, ол әрдайым сол істің сүннет екендігін білдірмейді. Рұқсат болған амалға да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иқрар жасайды. Яғни ол рұқсат болған амал. Оған қатысты мәселе деп те айтылмайды. Мысалы, Халид ибн Валид радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзінше кесіртке жеді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеген жоқ. "Мен қауымым бұны жемейді" деді. Тәбетін тартып тұрған жоқ бұл нәрсеге деді. Бірақ жеп жатқан адамға инкар жасаған жоқ. Енді бап жеу сүннет деп ешкім айтпайды. Кейде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үндемеуі, тақрир жасауы, иқрары бұл мубах нәрсеге де болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадистің шархында имамдарымыз айтады: егер пайғамбарымыз әлгі сахаба мен басқа сүре білмеймін деп айтса, немесе тағы басқа сөзді айтатын болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқаша жауап берер ме еді деді. Бірақ жақсы көремін деген кезде, яғни оның ниеті есепке алынатын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге көрсетті, және жалпы сол нәрсеге қарсы шыққан жоқ дейді. Енді сахаба бұл жерде дәлел бар нәрсеге амал етіп жатыр ма? Жеке дәлел бар ма әрбір ракатта Ихласты оқуға? Жеке дәлел жоқ. Бірақ бұл шариғатқа қайшы ма? Шариғат қайшы ма дегенде, яғни шариғатта, дінде әрбір ракатта Ихласты оқыма деген дәлел бар ма? Дәлел жоқ. Бұл ісі бидат болып есептеледі ме шариғат тұрғысынан? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам істемеген іс. Тілдік тұрғыдан бидат болады. Бірақ шариғат тұрғысынан ол бидат емес. Бұл әлгі "Ман санна фил ислами суннатан хасана" дегенге кіріп кетеді. Одан кейін Бухари келтірген хадисте бірде бір сахаба Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам "Сами Аллаху лиман хамида" деген кезде "Раббана ва лакал хамд" дегеннен кейін "Хамдан катиран тайибан мубаракан фих" деді.
пайғамбар саллаллаху сәлем беріп болғаннан кейін қайсысын айттың бұны деді. Әлгі сахаба мен деген кезде 31 періштенің соны жазуға таласып жатқанын көрдім деді. Енді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан нәрсені айтты ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан нәрсені айтқан жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан нәрсені айтқан жоқ. Бірақ шариғатқа қайшы нәрсе айтты ма? Шариғатқа қайшы нәрсе айтқан жоқ. Енді бұл жердегі, яғни бізге негізгі керектісі, сахабалар бұл істерді өздігінен жасап жатқан кезде бұлардың басында, яғни менің ісім шариғат істеген іс дәлелге, шариғаттағы тікелей дәлелге қайшы болмаса, ол бидғат емес деген түсінік болды, сол үшін жасап жатыр. Егер әрбір іс пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам істемеген бидғат болады деген ода түсінік болса, ол ондай іске бармас еді. Ондай іске бармас еді. Бұл сахабалардың түсінігін білдіреді. Яғни негізгісі бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының түсінігі. Кейде бір нәрсені істейді, пайғамбарымыздан сұрамайды істейді. Мысалы, Билал радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі сұраған жоқ па? Я Билал, мен сенің аяғыңның даусын жәннаттан естідім, не амал істеп жатсың деді. Сұраған кезде Билал радиаллаху анху айтты: мен былай істеп жүрмін деді. Яғни жалпы дәрет алған, мен дәретсіз жүрмейтін едім, дәрет алғанда 2 ракат намаз оқитын едім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол ісін мақұлдады. Кейін Хубайб радиаллаху анху өлерден алдын намаз оқыды. Соны ең бірінші болып өлімнен алдын намаз оқуды сүннет етіп қалдырған Хубайб деп келді. Жылан шағып алу мәселесінде, яғни фатихамен барып дем салған кезде қарайтын болсақ, яғни сахабалар жалпы белгілі бір істерді жасады, өздігінен жасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрамай тұрып жасады. Олардың бұлай істеуі, олардың бидғаттың екіге бөлінетіндігін білгендігінен. Шариғатта негізі бар, шариғатта негізі жоқ болып. Енді соған қысқаша біздің өмірден практика. Намаздан кейін Құран оқу. Енді намаздың ішінде ықыласты оқыған сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қарсы болған жоқ. Енді намаздан кейін Құран оқу, намаздан кейін Құран оқыңдар деген дәлел бар ма? Ықылас фалақтарды оқушы. Ықылас фалақтан басқа жалпы Құран оқу. Құран оқып артынан дұға жасау. Енді шариғатқа бұл қайшы ма, қайшы емес па? Ықылас фалақтан басқасын оқу. Шариғатқа қайшы ма? Шариғат оқымаңдар деген ба? Тура сол намаздан кейін жамағатпен бірге отырып, сол жерде имам Құран оқып артынан дұға жасасын деген дәлел бар ма? Бірақ сол нәрсе шариғатқа қайшы ма? Шариғатқа қайшы емес. Яғни шариғатта, мысалы шариғатқа қайшы емес деген нәрсе бар, шариғат жалпылама дәлелдің астына кіретін және жеке дәлел деген мәселе бар. Біз көріп отырмыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабасының ісінен, яғни белгілі бір негізгі шариғатта рұқсат болған амалға уақыт белгілеумен ол іс бидғатқа шығып кетпейді. Біздің бауырларымыз айтады, ол ісің бидғат, себебі сен уақыт белгілеп қойдың деді. Әлгі сахабалар да уақыт белгіледі. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олардың ісін бидғат деген жоқ. Яғни уақыт белгілеу бидғатқа кіргізбейді істі. Егер солай істеу сүннет, бұны істемеген адам тәркі сүнна жасаған болады деп есептемесең, онда ол ісің яғни бидғат емес. Бірақ солай істеу міндетті, істемеген адам андай болады, мынандай болады дейтін болсақ, онда бидғатқа кіресің. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде тағы бір сахабалар бір амалдарды жасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды тыйды. Неге? Себебі олардың амалдары шариғатқа қайшы болды. Енді бір сахабалар шариғатқа қайшы амал жасаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларды тыйды. Мысалы, үш сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құлшылығы жайында сұрады аналарымыздан. Одан кейін олар амалдарын өздерінің асынды. Пайғамбарымыздың амалдарын асынды ма? Енді біреулер пайғамбарымыздың амалын асынды дейді, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның амалын қалай асынады? Пайғамбарымыз түндері тұрып намаз оқығанда аяқтары сынып кететін. Сол үшін біреулер айтады, бұл тақаллуха деген өздерінің амалдарын асынды дейді. Енді пайғамбарымыз жәннаты бола тұра осындай амал жасаса, онда
біз одан да көп әрекет етуіміз керек қой, біздің мынау ісіміз не болады онда деп. Сонымен арасындағы біреу тұрып, түнімен намаз оқимын деді. Біреу айтты, мен енді үйленбеймін ешқашан деді. Тағы біреуі, мен өмір бойы ораза тұтам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлардың амалын естіген кезде не деді? Мен үйленемін деді. Асум ва уфтир, ораза да тұтамын, аузымды ашып та жүремін деді. Усалли ва анамул лейл, намазда оқимын, түнде ұйықтаймын да. Фаман рағиба ан сүннати фалейса минни, кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, менен емес деді. Яғни бұл жерде өмір бойы үйленбей өту, бұл бізде құлшылық па? Керісінше Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйленуге шақырды. Енді өмір бойы ораза тұту, жыл 12 ай ораза тұту біздің шариғатқа сай ма? Сай емес. Оның ішінде айт күндері бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қатты ораза тұтқысы келген адамға Дәуіттің оразасын тұтсын деді. Бір күн ұстап, бір күн аузын ашады. Және сол секілді, мысалы, түнімен ұйықтамау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түнде отбасыңның ақысы бар екендігін, денеңнің ақысы бар екендігін айтты. Яғни бұның ісі шариғатқа қайшы еді, бұлардың бұлай шектен шығуы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұларды қайтарды. Ал әлгі сахабалардың ісі шариғатқа қайшы болмаған кезде қайтарған жоқ. Әлгі Құран оқысын, ол намаз оқысын, Раббана ва лакал хамдан касиран тайбан мубаракан фих айтсын, тағы басқасын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды қайтарған жоқ. Енді екінші бір сахаба, Исраил деген сахаба, Имам Муслимде келетін хадисте, күннің астында тұрды. Үндемей Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көріп, мынау не істеп тұр деген кезде, солай нәзір етті өзіне деді. Күннің астында тұрып, ораза тұтамын, адамдармен сөйлеспеймін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, муруху фалиястазил ва лиюкаллимин нас ва лиютимма саума. Оған бұйырыңдар, айтыңдар, адамдармен сөйлессін, көлеңкеге кетсін күннен. Және адам оразасын ары қарай тұта берсін деді. Яғни ол үш нәрсені істеп жатқан еді. Бірі адамдармен сөйлеспеу. Адамдармен сөйлеспеу. Бізде өз алдына құлшылық емес. Керісінше сол құлшылық ниетінде бір күн бір түн сөйлеспеуден Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтарған жайында Имам Науауи Риядус Салихинде сондай бап келтіреді. Ашып қарасаңыздар, сондай бабын нахи деп келеді. Бізде ол нәрсе жоқ. Ол алдыңғыларда болған шығар, енді бізде жоқ. Себебі алдыңғыларда инни назарту лиррахмани сауман фалан укаллима ал-яума инсия деп неде келеді. Мариям алейхиссаламға қатысты келеді. Одан кейін екінші істемеймін деген нәрсесі күннің астында тұру. Яғни тәнін азаптау. Біздің дінімізде ондай нәрсе жоқ. Тәнін азаптау арқылы Алланың алдында абзал болу. Тәнін азаптау ол құлшылық емес, өз алдына тәнін азаптау. Ол басқаларда бар, буддистерде бар болуы мүмкін, христиандарда бар болуы мүмкін, шииттерде бар деп айту қиын, тәнін азаптау. Оларда тәнін азаптау емес, ол күн олар сол сатқындығы үшін өздерін жазалайды. Басқа күндер олар ұрмайды өздерін, бірақ сол белгілі күндері өздерін ұрады. Сатқындықтар үшін. Негіз солар ғой, Хусайн радиаллаху анхудың қайтыс болуына себеп болған. Өздері шақырып алды, кейіннен қашып кетті. Қарап отыратын болсақ, әлгі сахабалар шариғатқа қайшы келетін нәрсе істеген кезде оларды қайтарды. Бірақ шариғатта бар нәрсені істеген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды қайтарған жоқ, керісінше оларға қатысты сендерге мынандай сауап бар, мынандай сауап болады деп айтты. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін. Енді бұл пайғамбарымыздың өмірінде ғой, пайғамбарымыздың кезінде пайғамбарымыз бар еді, біреуінікі қайшы болса айтатын, қайшы болмаса айтпайтын. Ал сен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеткеннен кейін барып істеп жатсың, ол ісіңнің қайшы емес екенін қайдан білесің деуі мүмкін. Жалпы шариғатта қайшы емес нәрсе негізінде белгілі нәрселер. Енді бұл біріншіден. Екіншіден, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары пайғамбарымыздан кейін де сондай істерді жасады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде болмаған. Мысалы, Имам Ибн Хиббанда келеді, Али радиаллаху анху айт күні намазға шықты. Айт күні намазға шықты да намазын оқыды, құтпасын айтты. Сонда келіп сұрақ қойды. Мына бір адамдар келіп намаз оқып жатыр деді. Намаз оқып жатыр айт күні мешітке келіп. Айттан кейін намаз оқып жатыр деп сұрақ қойылды. Али радиаллаху анху былай қашты, аналар қайта сұрай берді. Сонымен айтты.
енді не болды, қайта сұрай бердіңдер. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ісінен сұрайтын болсаңдар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айттан алдында, айттан кейін де ешқандай намаз оқымаған. Қаласаңдар соған амал етіңдер. Енді намаз оқып жатса, енді мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетінен сұрасаңдар, осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Ал енді намаз оқып жатқан адамды тый дейтін болсаңдар, мен қалай тыямын? Мен әлгі арайталлази янха абдан иза салла, намаз оқыған пендені намаздан тыйған адамдардың қатарына кірейін бе деді. Егер сол кісінің орнында біздің әлгі бауырларымыз болса, аузу билля ісің бидғат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында оқымаған, кейінде оқымаған деп әлгіндей сөзді айтар еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оқыған жоқ, бірақ әлгі уақытта намаз оқуға тыйым бар ма? Сахаба, яғни ол кісінің тақуалығы бір жағынан сол биғат мәселесін түсінгендіктен сондай жауап беріп жатыр. Немесе кейбір сахабалардың, Умар радиаллаху анхудың адамдар көбейіп кеткен кезде тарауих намаздарында әйелдерге бөлек имам тағайындаған жайында хадистер келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде болған жоқ қой. Бірақ ол кезде бағана микрофон жоқ, артқа естілмеуі мүмкін, сөйтіп немесе әлгі не болмас үшін, араласпас үшін әйелдерге бөлек жамаат қойғандығы бар. Кейін Ибн Аббас радиаллаху анхуманың, Малик ибн al-Хуайрис, тағы да басқа сахабалардың, ол жерде табииндер қатысты, Арафат күні мешітте жиналып зікір айтуы, сол күн уағыз айтып, сол жерде, яғни жалпы мешітте жиналып құлшылық жасауы. Арафаттағылар Арафатта құлшылықта болады, бірақ Арафатта еместер әлгі мешітте жиналып құлшылық етуін әлгі сахабалар жолға қойған. Бұны Хамбали мазхабының кітаптары айтады. Хамбали мазхабының кітаптарында осы мәселе келеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін де сахабалардың жасаған амалдары бар. Сахабалардан кейін табииндердің жасаған амалдары бар. Табииндердің жасаған амалдары бар. Сол үшін де имамдарымыз айтады, бидғат жақсы және жаман болып бөлінеді дейді. Бөлінетіндігіне біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінің өзі дәлел, екіншіден осы сахабалардың істері де соған дәлел болады деді. Сахабалардың істері дәлел болады. Сахабалар осы біз айтып жатқандай түсінді, сол үшін де осындай амалдарды жасады. Ал енді жоқ, сахабаларға болады, басқаларға болмайды деген адам дәлел керек оған. Қалай дәлел айта алады? Кейбіреулер айтуы мүмкін, әлгі Умар радиаллаху анхудың ісі, немесе Осман радиаллаху анхудың кезінде екінші азанға қатысты айтуы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің және әділетті халифалардың сүннетімен жүріңдер деп айтқан дейді. Осы неге қатысты? Қысқаша тоқталып кетсек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алейкум би суннати ва суннатил хулафаир рашидин ал махдиина мин баъди. Менің және менен кейінгі келетін әділетті халифалардың сүннеттерімен жүріңдер деді. Әділетті халифалар деген бұл жерде не мақсатта тұтылып тұр? Енді бірінші болып бұл жерде Абу Бакр, Умар, Осман, Али радиаллаху анхумдер кіреді. Бірақ сіздерге сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзін пайғамбарымыздан кейін пайда болған сөзбен тәпсірлеп сонымен шектеуге бола ма? Бұл несін айтып жатырмын? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің және менен кейін келетін әділетті халифалардың сүннетімен, жолымен жүріңдер деген кезде Абу Бакр, Умар, Осман, Али радиаллаху анхумдердің халифа болатындығы мәлім бе еді? Мәлім бе еді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол сөзді айтып жатқан кезде? Жалпы оларға қатысты әл-Хулафа ар-Рашидун деген термин қашан пайда болды? Олардан кейін пайда болды. Яғни бұл жерде олар сөз жоқ, бірінші болып кіреді бұл хадиске. Бірақ солармен шектеледі деп айтуға бола ма? Омар ибн Абдул-Азиз кіргізгендер бар. Жалпы, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол сөзді айтқан кезде, әл-Хулафа ар-Рашидун деген сөзді айтқан кезде, ол 4 сахабаның соларға қатысты термин емес еді бұл. Оларға әділ халифалар деген. Ол кісілерден кейін келгендер, олардың әділдігін көріп, әділ халифалар деген атау берді ол кісілерге. Яғни, жалпы бұл мәселе. Одан кейін, екіншіден жалпы хайрул қурун дегенде, хайрул қурун, яғни оларға бір нәрсені істеу рұқсат, басқаларға рұқсат емес деген мағына шықпайды. Ондай мағына шықпайды.
Қайдан шығарасың ондай мағынаны? 5 минут уақытымыз қапты, 5 минут уақытта мынандай бір оқиғаны айтып берейін сіздерге. Мынау Саудияда Әл-Ахса деген жер бар. Сол жерде бұрыннан келе жатқан Шафиғи мазхабының ғалымдары бар, солардың шәкірттері бар, солардың медреселері бар. Сол Ахсаның бір машайықтарының бірі уағыздарында, сабақтарында Саудияда бидғат делініп жатқан көптеген мәселелердің бидғат емес екендігін айтады. Бір күні, бұл 1430 жылы, хижри 30 жылы, әлгі кітабында ол кісі солай жазған. Яумул ахад, жексенбі күні ол кісіге хат келеді. Мынандай, яғни ресми, былайша айтқанда, муфтиятына шақырады. Ол кісі айтады, мен білдім дейді, нақты осы мен айтып жүрген сөздерімді талқылауға мәжмуа минал улама ва талабатил илм, яғни бір топ ғалымдармен, білім ізденушілермен сөйлесуге шақыру деп келеді. Ертеңнен бардым дейді. Кешкі уақытта жиналдық. Сонымен сол жерде жұмыс істейтін кісі сөзді бастады деді. Сен жақсы білімдісің, талибул илмсің, бірақ саған өсиет етеміз, Құран және сүннетті ұста және бидғаттардан сақ бол, фи кулли ма тафал, әрбір істеп жатқан ісіңде деді. Мен сөздің төркінін білдім деді, қайда кетіп жатқанын. Енді бұлар оны былайша айтқанда сол жерде былайша айтқанда қойып беріп дейміз ба, грузит етіп, қазіргі тілмен айтатын болсақ, сөйтіп ары қарай тақрир жібермекші. Тақрир, яғни жазып жібереді. Мен осындай біз сөйлестік, басқа қалдық деп. Сонымен мен айттым деді. Саған сұрақ қоюға бола ма? Иә. Сен өзің әрбір ісіңде Құран және сүннетке негізделесің ба дедім. Иә деді. Иә деді. Мен айттым, сен пәленші деген мешітте имамсың, мынадай мешітте имамсың, өзің Құран жаттағансың. Рамазанда Құранды хатым етесің ба, немесе қысқа сүрелерді оқисың ба? Әлем таракайдан төмен 2 рет оқып шығасың ба, Қазақстан имамдары сияқты деп сөйтіп сұрақ қояды. Жоқ, мен Құранды толық оқып шығамын деді. Соңғы күні хатымда дұға жасаған кезде намаздың ішінде жасайсың ба, сыртында жасайсың ба дұғаны? Білесіздер, Саудияда жалпы намаздың ішінде жасалады. Ол намаздың ішінде жасаймын деді. Осы намаздың ішінде жасауға маған Құраннан, хадистен дәлел келтіріп бер дедім. Ол қазір келтірем деді. Келтір дедім. Қазір келтірем иншалла деді. Мен білем қандай дәлел келтірмекші болып жатқанды дедім. Қандай дәлел келтірмекші? Айтшы, қандай дәлел келтірмекшімін? Сен имам Ибн ал-Қудам ал-Мақдиси Әл-Муғни кітабында келтірген имам Ахмадтың сөзін келтірмекшісің. Әхл Мәккә, Мекке тұрғындары сол намаздың ішінде дұғаны жасайтын еді деген сөзді келтірмекшісің. Солай ма десем, иә деді. Одан басқа дәлелің бар ма? Жоқ, одан басқа дәлелім жоқ деді. Қаны бұл жерде кітап және сүннет деген. Әл-Китаб ва сүннет деп жазсын. Қаны Құранның, қаны сүннеттің. Әхл Мәккә деген немесе имам Ахмадтың сөзі Құран және сүннет па дедім. Бірақ бұл сәләфтің заманында болған нәрсе ғой. Сәләфтің заманында болған нәрсе ғой деп әлгі жауап берді деді. Мен сұрақ қойдым деді. Сәләфтің заманында болған нәрсе болса, онда ол рұқсат қой. Солай ма десем, иә, себебі олар хайрул құрун деді. Жақсы. Сен 2 жыл алдын мешітіңде минбарда тұрып, нысф Шаабанның жартысында 15-ші түнінде жиналудың бидат екендігін айтып, сол нәрседен ескертіп, сол нәрсені істегендерді тыю керек деп осылай уағыз айтып едің. Айттың ғой сол, болды ма сондай? Иә, болды деп жауап берді. Ал сен білмейсің ба? Сол Ләйләт нысф мен Шаабанды құлшылықпен өткізу абзал деп Шамның табиандері айтқандығын. Білмейсің ба деп едім? Білем деді. Білем. Одан кейін оған қатысты жалпы дәлелдер бар. Дәлелдер сынға ұшырағанымен ішіндегі кейбір хадистерді Шейх Албанидің өзі сахих деді. Әлгі Ләйләт нысф мен Шаабан болған кезде Алла тағала пенделеріне қарайды. Сол кезде мүшрик немесе мушахин, өзінің бауырымен араздасқан адамдардың басқасының күнәсін кешіреді деген хадисті ол кісі сахих деген. Яғни Ләйләт нысф мен Шаабанға қатысты дәлелдер
сенің намазда істеп жүрген әлгі намазда дұға жасап жүргеннен гөрі дәлелі күштірек емес пе, сен мынаны жасап жүрсің, а мынаны бидғат деп жатсың деген кезде әлгі кісі айтты деді. Бірақ білім иесі, талибул илм жалпы тәржих жасап, өзіне сай, өзі дұрыс дегенін алып, дұрыс емес дегенін қалдыруға ақысы бар ғой деді. Мен айттым деді, неге енді онда маған қарсы шығып жатсың? Неге енді маған қарсы шығып жатсың? Или саған рұқсат, маған рұқсат емес пе деді. Сөйтіп соңында енді жоқ, сен ғалымсың басқа деп, енді ғалымсың басқа деп әшейін сөзбен айтып жатсың, бірақ әлгіндей фәтуаларыңмен, әлгіндей уағыздарыңмен бізге сендер жәбір көрсетіп кәдімгідей қинап жатсыңдар ғой бізді деп, сол жерде осындай әңгіме кетті арамызда деді. Яғни қарап отыратын болсаң, субханалла, кейде бидғат басқа деген мәселелері, қазіргі кезде бидғат деп жүрген көптеген мәселесін қарайтын болсаң, соны сәләф ғалымдар істеген. Енді сәләф ғалымдары істеуге болады деген жеке дәлел жоқ. Енді олар істеп жатса, онда олардың ол бидғаттың жақсы жаман және жаман болып бөлінетіндігін түсінгендігінен шығып тұр бұл нәрсе. Сол үшін де, яғни жалпы бидғатқа қатысты әхлі сүннаның ұстанымы қазір біз айтып бергендей, оған қарсы шығып жатқандардың негізі нақты ешқандай дәлел дәйегі жоқ, және сахабалардың сөзі, жалпы ісі оларға керісінше қарсы дәлел болады. Аллаху та'ала а'лам ва ахкам. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк.